той болып отыр. Мынау төрт түлікке малға арналған дәстүрдің бірі сауын басталып жатыр. Төрт түлігіміздің төллерін енесінен ажыратып, қозылақты көгенге, ал құлындарды желіге байламақшымыз. Міне осы жақсылықтың бастауы қазы қабудан басталады. Төрт түліктің малымыз мол болсын, ағымыз мол болсын деген ниетпенен қазға бай жағып, ақ ұн жақпақпыз. Сондықтан айналайын келінім, қазықты қағатын тоқпаққа ақ ниетпен ақ орамалыңды байлай қой. Ақ мол болсын. Al berekesini versin dedi. Қазығымыз майлы болсын. Шарамыз аққа толы. Көгеніміз майлы болсын. Көгенге қозымыз толы берсін. Қорамыз малға толы. Шарамыз аққа толы. Көген деген не аталады, оны біз білмейді екенбіз. Арқа несі деген не, оны да білмейді екенбіз. Ол қалай жасалады? Айналайындар, оның жасауының ешкім жолы жоқ. Алдынан жүнді түсеміз. Оны қолымызды суға малып отырып шүйке жасаймыз. Шүйкеміз дайын болғанда шүйкеге бөліп, біреуі ешкінің жүнінен, екеуі қойдың жүнінен. Ал осы екеуіне жылқының қылын қосып ширататын болсақ, арқанымыз мықты әрі үзілмейтін болады. Жүннің пайдасы көп екен ғой апа. Біздің көршілер оны өртеп тастайды. Айналайын өртегені несі? Жүнді, қойдың жүнін, мүйізін өртесе, қорадағы қойдың сүйегі сырқырайды. Есіңде сақтаңдар. Өртеуге болмайды. Малдың құты қашады. Дұрыс айтасың, замандас. Малдың жанында тұрып, туралы кемшілігін айтып сөйлейтін болса, мал ауылға ұшырайды, сүті тартылады деген ұғым бар. Біздің қазақтың малға қатысты ырым тыйымдары үлкен тәрбие мектебі ғой. Осыны есте сақтайық. Иә, малдың сүйегін өртесе, жылқы малы шошыналы болады. Сондықтан жүнді, сүйекті, мүйізді көміп тастау керек. Тоқта балам, малдың бас жібінен, ноқтасынан, көгеннен аттауға болмайды. Малдың құты қашады, берекесі кетеді дейді халқымыз. Осыған абай болуымыз керек. Ай балаларым, кейінірек ойнаңдар. Есте сақтаңдар, иә. Уа құдайы көршілерім, бүгін ел қатарлы сауын бастағалы жатыр екенсіңдер. Алла ниеттеріңді қабыл етсін. Төрт түлігің ақты болсын, өрісің малға, үйің жанға толсын. Ақ ниетпен жайған ақ дастарханыңа береке дари берсін. Халқымыз төрт түлігін төлетіп, мал баққанның несібесі мол болады деп бекер айтпаған. Қысы жазы тынбай еңбектеніп келесіңдер. Маңдай термен тапқан табыстарың еселене берсін, шырағым. Айтқаныңыз gelsin. Иә, қарағым, қозыға толсын көгенің, уыз болсын жегенің, құтты болсын құрығың, таусылмасын құдығың. Ya solay olsun. Бұнам, қияқты болсын сұңқарың, қияқты болсын тұлпарың, өрісті болсын жайлауың, қисты болсын қыстауың. Rahmet. Қарағым, асқа толсын қабағың, ашық болсын қабағың. Көген толы қозы, желі толы құлын болсын. Малдарыңыз базарлы, ұлдарыңыз назарлы, қыздарыңыз ажарлы болсын. Әлдеріңіз келгенше, жығылғанды тұрғызып, сүрінгенді сүйеңіз. Тарылып келген адамға бермесек орын
kollap koldasan, her vaqtda jar bolsun, bir jasagan yemiz. Ay, Oy karnınız olsun niyetleriniz bereketli. kabul olsun. Al balam bata menen örkөндөр деген. No, atalardan batаңды al karagım. Baba ne diyorsunuz? Al ata olay bolsa özünüzden bir jakсы bata bolsun. Amin.